Сәлем достар, қайырлы күн. Бүгінгі жасалатын тағамымыздың түрі блини. Оның құрамы қайнаған су 200 грамдай сүтіміз, және 2 ас қасық сұйық май, 2 ас қасық ұнтақ қант, және 200-300 грамдай ұнымыз, 2 штук жұмыртқамыз. Осылардың барлығын рет-ретімен араластырып, жақсылап дайындап аламыз, сосын пісіретін боламыз. Видеоны толық қарап отырсаңыздар, қазір барлығын жақсылап көрсетемін. Ал араластыруды бастаймыз. Мінекей бірінші 2 штук жұмыртқамызға 2 ас қасық қантымызды салып аламыз да, осылай ерігенше, қантымыз әбден ерігенше жақсылап араластырамыз. Қантымызды жақсылап ертіп араластырып алдық. Енді сүтімізді құятын боламыз. Жайлап құйып араластырамыз. Мінекей сүтімізді де жақсылап араластырып алдық. Енді ұнымызды себездеп салып тұрып бұлғайтын боламыз. Жақсылап араластырып тұрамыз. Жайлап себеміз. Мінекей ұнымыздың барлығын қосып болдық. Осындай қоймалжың болды. Негізі блинидің құрамы қоймалжың болмайды. Сондықтан мына суымызды қосамыз енді. Қайнап тұрған су болу керек. Қайнап тұрған суымызды осылай құйып жібереміз. Жақсылап араластырып аласыздар. Қайнап тұрған суымызды құйып, осылай жақсылап араластырамыз. Мінекей осындай сұйық масса болып, әдемі осылай болып шығу керек. Енді осыған майымызды құйып жібереміз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Сонымен массамыз, тестіміз дайын. Мінекей достар, тестіміз дайын болды. Енді тапамызды қыздырып, оған кішкене ғана май жағып аласыздар. Сөйтіп, әр құйған сайын сапырып аласыздар да, бұлғап жақсылап құясыздар. Осылай бір бетінің піскен шамалы күтеміз. Мінекей бір беті пісті, енді екінші бетін пісіреміз. Осылай аударып аламыз. Мінекей піскен бойдан алып, бірден ыстық май жағып тастаймыз, ыстықтай, сары май. Блиніміздің жиектері қатып қалмау үшін, жұмсақ болып тұру үшін, осылай ыстықтай алып бойына май жағып тұрамыз. Мінекей достар, біздің әп-әдемі блиниларымыз дайын болды. Өте керемет болып шықты. Осы құраммен сіздер де жасап көріңіздер. Өте керемет болады. Дастарханға қоюға неше түрлі қылып орап қойсаңыздар да болады. Мен бір түрін ғана орап көрсетіп тұрмын. Осы құрамды 2 есе қылып көбейтіп жасасаңыздар, көп штук шығады. Мен осы құраммен 15 штук шығардым. Бұл үй жағдайында үйге жеуге арналған. Өте керемет, қонаққа қоюға болады. Осылай жасасаңыздар болады. Біздің видеомыз ұнаса достар, сіздерге лайк басып, комментарий жазып, каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.